2018 жылдан бастап саналы ұрпақ жобасы іске асуда. Атайтып тұрғандай, жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне тікелей қатысты. Бүгін қаладағы жоғарғы оқу орны басшылары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жобаны орындау мақсатында құжатқа қол қойды. 2018 жылы бастамасын алған саналы ұрпақ жобасы бүгінгі таңда өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Қазіргі таңда еліміздің университеттерінде саналы ұрпақтың 800-ге жуық клубы құрылған. Онда түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады. Саналы ұрпақ жобасы аясында негізгі 4 бөлімнен тұратын 21-22 оқу жылдарына арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспары әзірленді. Атап айтқанда, жоспарда сыбайлас жемқорлық көріністерін алдын алу, өскелең ұрпақтың құқықтық сауаттылығын арттыру, жемқорлыққа қарсы комплайенс институтын енгізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы кеңінен түсіндіру бойынша іс-шаралар қарастырылды. Жамбыл өңіріне келетін болсақ, саналы ұрпақ клубтары 22 колледжде және 2 жоғары оқу орнында құрылып, оның құрамына 3000-ға жуық студент мүше болып қабылданған. 2020-2021 жылдар оқу кезеңінде 2000-нан астам іс-шара өткізілген. Саналы ұрпақ жобасы аясында іс-шараға қол қоймақшымыз. Бұның ішінде өздеріңізге жаңа айтып кеткендей 4 үлкен маңызды бөлім бар. Соның 2 маңызды бөліміне тоқталғым келеді. Ол мынау тәрбие жұмысымен біздегі профессор-оқытушы құрамының осы сыбайласқа қарсы іс-қимыл мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Өздеріңізге белгілі, үлкен ойшылдар айтқандай, тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қас жауы дейді. Сондықтан бізде